Біреу білер, біреу білмес. Жалпы осы Құдайы астағы ысырапшылдық дегеніміз не? Жалпы тұтастай алғанда жағдай қандай болу керек? Тәртібін, бәлкім мәзірін түсіндіріп берерсіз? Енді Құдай ас деген нәрсе адам қайтыс болғаннан кейін оларға бара тұрған сауап қой енді. Оларға бара тұрған сауап. Әлбетте адам қайғырып жатқан кезде анау жылқыны сой, басқаны сой деген нәрсе өте бұл салмақты да. Осыны ағайын туыстары не қылып? Әлбетте енді әр дініміз бар, дәстүріміз бар. Дін өзегіміз болса, дәстүріміз ол біздің қалпымыз ғой енді. Халық деген дәстүр дейді ғой. Дәстүр жоғалса, халық жоғалады дейді. Біз мынау көрші Өзбекстанға, неге қарағанда, Тәжікстанға қараған кезде біздің дәстүріміз басқа. Жетақыдаға дейін үйленбеу, біздің құда жекжатымыз бір қорғанның ішінде емес. Бір құдамыз Ақтауда, біреуі Атырауда, біреуі неде деген сияқты. Біздің қазақтың ғана 3 жұрты бар. Өз жұртың, нағашы жұртың, қайын жұртың жаңағы. Ары қарай достарың бар. Солардың бәрі жиналған кезде ол дастархан жаймау деген өте қиын дүние енді. Оны ағайын туыстар келіп дастархан жаяды. Енді бұл жерде 7-сі, 40-ы, жылы деген нәрсе бар ғой. Сонда недегі айтқан мәзірменен жаңағы. Бізде айтылды ғой, нан болсын, су болсын, ыстық ас болсын, не болсын жаңағы май, және де ірімшік деген нәрсе қазақтың ұлттық тамақтарыменен соларды қою, жаңағы айтқанымдай той сияқты оған төгіп бүкіл мынау кока-кола, пепси-кола, тәтті суларды, тортты не қылмай, салаттарды көбейтпей, солай не қылады, жасала тұрған дүние ғой. Мақсат ол жерде не? Дұғаға келді ғой. Шынайы дұға қылу, сол дұғасы қабыл болу.